Ассалаумағалейкум, 31-ші арнаның тікелей эфирінде Информ бюро бағдарламасы. Әріптестерімнің бүгінгі әзірлеген ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Үкіметтің квотаны тоқтатқаны шетелдегі 5 миллион қазақтан мүлде бас тартқаны ма? Лакшми Металдың еліміздегі ең үлкен компаниясына $500 миллиард теңге айыппұл не үшін салынды? Қазақстан ректорларының жаңұраны хиджабпен оқу егіз емес. Студенттер нені таңдайды? Шала қазақтар қазақтың ұлттық болмысы мен тілінен қорынама. Свойық пен Тайжанның таласы. Қазақстан үкіметі шетелдегі 5 миллион қазақтың көшін тоқтатты. Жылына 10 мың отбасына бөлінетін квота туралы үкімет қаулысы ерекше құзыры бар пәрмен келгенше деп кері қайтарылды. Неге? Бұл оралмаңдар деген ұранның заңды күшіне енгені ме? Енес тепкен құлынның еті ауырмайды десек те, бұл жолғы қаулыны ешкім қуанышпен қарсы ала алмай отыр. Құлынды Алтай, Тибет, Гималайдың басынан табан тасқа тілініп көшкен елдің тәуелсіздіктен күткен сыйы осы ма еді? Оралман, оралма. Үкіметтің шетел қазақтарға бөлінетін квотаға қатысты желтоқсан айында ғана күшіненген қаулыны кері қайтарып алуын елдегі ағайын осылай түсініп отыр. Отанның онсыз да санаулы қандасты еліне қайтарып алуға құлықсыздық танытуы қазақтануға қарсы жүргізілген саясат дейді Қазақтану қоғамдық қорының төрағасы. Алдыңғы көштен қалмай елге оралған ағайын онсыз да өз елінде өгейсін жүрген оралмандардың жайын оңалтамай жүргенде өлсем өз елімнің топырағы бұйырсын деп атамекенін аңсап жүргендердің арманына бұл қаулы балта шауып отыр деп ашулы. Қазақта бір сөз бар, атамның шоты шапқан сайын аса тиеді деп. Оралмандарға қаратқан саясат, биліктің саясаты сол атамның шоты болып отыр. Мәселен, алғашқы кезде жақсы еді. Ибрагим Мырза үкіметтің бұл әрекетін Мамашевтың оралмандарға ұрғанын барын қолдаған деп білет. Әйтпесе айы онсыз да оңып тұрғаны шамалы. Оралман ағайынның осындағы тобында түртпектеп жүргендердің тірлігі. Өз алдына азаматтық алуды қиындатудың да әлдебіреулерге керек өз қисыны бар. Айналып келгенде оралмандарға қатысты орашалақ саясаттың жүргізілуінен секем алам дейді Қашқар етекті Ибрагим аға. Оралмандарды ұрғаным бар деп соқты. Ал енді оралмандардың азаматтық алуына қиыншылық туып еді. Онан соң квота қысқарды дейтін сұмға хабарды естіп отырмыз. Мұның бәрі меніңше орыс тілді биліктің қылып отырған қылығы. Яғни баласынан жерінген көкек ананың керісінді шеттегі қазаққа іргемізді жауып тастауымыз азаматтығын ала алмай жүргендердің айқайын әдірем қалдырды. Бір ғана Қытайдағы 1,5 миллион қазақтың баласы қазақ мектебінен таршылық көріп, Қытай кітабына өңіліп, Қытай әнұранын жадында жаттауға мәжбүр мүшкіл күйде деп күшінгенімізде жайына қалды. Өзінің қазақ екенін жүрегімен сезінгенімен бөгде елдің бауырында өскен балаға атамекеніңді аттап баспайсың деген бұйрыққа балайды үкіметтің бұл қаулысын Қайрат Байтолұлы. Қазіргі мынау 2014 жылға дейін жылына 10 мыңнан отбасы деген өткенде парламенттен өткен бұл квота туралы қайтып үкіметке барғанда кері қайтарып тастаған. Бұл дегеніміз енді оралма деген қазақша осындай мағына береді. Енді осындай жағдайда не істеу керек екені біз соның барлығын түсіне алмай осылай болып отырмыз қазір. Күні кеше тәуелсіздіктің алғашқы жылдары туған елінің тасын сүйіп тәубе етіп, еліне ағылған ағайын бүгінгі билігінің шеттегі қандастарға қатысты қаулысына қапалы, күн сайын бағасы қарыштап бара жатқан алақандай телімді сатып алуға да жетпейтін, әйтеуір өз еліне келгенде өгейсінбей, талада қалып қалмас үшін жасалатын кішігірім көмек квотаны қандасының қалтасына қимаған үкіметтің көксегенін көбі түсінбейді ал, бірақ бұлай жалғасын құптамайтындарын таяу арада ашық білдірмек. Ирина Савитжанқызы, Думан Сүлейменов, Информ бюро 31-ші арна, Алматыдан. Дәл қазір Қазақстан студенттері хиджаб пен мантияның алдындағы таңдауда тұр. Ақтөбе, Атырау, Боралдай, Тараздағы Алталаштың зәресін ұшырған жарылыстардан соң мемлекет дін істері агенттігін құрып, зайырлылық пен қоғамдағы діни үрдістердің арасын шындап ажыратқысы келе бастады. Әйтсе де университет пен мектепте емес, хиджаб пен жұма намазын таңдаған жастар ешкімге дес бергісі келмейді. Мысалы, Ақтөбеде 3700 хиджаб таққан студенттің 600-і әлі күнгі хиджабтарынан принципті түрде бас тартпапты.
Елімізде жаппай басталған діни фанатизм, діни қызмет және діни ұйымдар туралы заң қабылданып, қажетті құқықтық шектеулер белгіленіп, дін істері агенттігі құрылғаннан кейін саябырсып қалды. Қарулы күштер, әскери құрамалар, құқық қорғау органдары, жоғарғы оқу орындары сынды мемлекеттік мекемелерде діни рәсім орындауға қатаң тыйым салынды. Ал оған қарсы келіп тәртіпке көнбегендер әкімшілік жазаға тартылатын болды. Әйтсе де діндарлардың пікірінше аталмыш шаралар сенім бостандығын шектейтін көрінеді. Шын ықыласымен баратын балдарға сондай бір мүмкіншілік жаратып берсе деген өзім тілегім бар да. Себебі, егер сол балдарымыз, барып жүрген балдарымыздың ішінде шынымен ықыласпен барып жүрген балдарымыз, олар сол қалған класстастарға өзінің сондай бір пайдалы әсерін тигізу мүмкін. Оқуын тастап, аптаның 5-ші күні жұма намазға қылатын оқушылардың ісіне ұстаздар қауымы қарсы. Жаппай сабақтан сұранып, жібермесек дегенімізге көнбей қашып кететін балаларды игеру қиындап барады дейді олар. Жұма намаздың уақытын өзін былай алға шегеріп, кейінгі шегеруге болады ғой. Намаз оқимын деген адамға тыйым салудың қажеті жоқ, одан ешкім зиян тартпайды. Бірақ біз жаңағы мынау мешіттің маңайындағы намаз оқытып, намаздың қазір қорқатын болды ғой, намаз оқыт дегеннен. Сондықтан осы психологияны біз сананы өзгертуіміз керек. Ал Ақтөбеде хиджаб мәселесімен арнайы кеңес беру реабилитация орталығы айналысатын болды. Облыс әкімдігі жастар арасында дәстүрлі исламды насихаттап, оқу орындарында хиджаб киген бойжеткендер санын азайтуды мақсат тұтқандығын айтады. Осылайша 6 ай бойы үздіксіз жүргізілген тәрбие жұмыстарының нәтижесінде хиджаб киіп жүрген 3700 студенттің 3100-і орамалдан бас тартқан екен. Жастар арасындағы танымдық сауаттандыру жұмыстары Алматының ірі білім ошақтарында да жалғасын табуда. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің басшылығы балаларға әу бастан дұрыстап бағыт-бағдар беру үшін діни басқарма қызметкерлерін шақырып, семинар сабақтар өткізген екен. Намаздың кезінде мен намаз оқимын деп ауруын тастап қала кетіп қалады. Немесе мен намаз бол деп операцияның үстінде ол қала кетіп қалады. Сондықтан балаларға түсіндіріп айттық. Әрине болу керек, бір сенім болу керек, бірақ енді мындай берілуге болмайды. Өйткені өзінің өзінде де айтылған. Егер мысалы қай уақытта да, егер мысалы сен жұмысың болып, сабағың болып жатты ма, ол жерде жазылмаған, сен бәрін тастайсың да, мысалы мешітке барып, мысалы жығыласың деген жоқ бұл. Жұмысың бар ма, значит сен кешке, мысалы бір емес, сен 2 рет оқуыңа болады. Болашақ ақ халаттыларда білім мен дін жолын қатар алып жүру қиын екендігін түсінеді. Иман келтіру үшін 20-ға жетпей сақал жіберіп, қара киініп тұмшалану міндет емес екендігін біледі. Негізі жүрегінде иманы болса жеткілікті деп ойлаймын. Ол қазіргі заманда мысалға біздің медицина саласына ол қажет нәрсе деп ойламаймын. Өйткені бетіңді жауып, мысалға барлық жеріңді жауып, сен келешекте медик болатын адамбыз. Ол ертең операцияда ешқандай хиджабпен жүре алмайды ғой, дұрыс па? Хиджабты бір киген адам ендігіде тастай алмайды. Хирургияда жүреді, гинекологияда жүреді, ол қыздар үшін ол өте күрделі нәрсе деп ойлаймын. Одан кейін барып, ол кісілер намаз оқу керек болады, намаздың уақытында. Өзінің уақытын соған кетіреді, сабақ оқудың орнына. Намаздың оқысын уақытында 5 уақыт намазын оқысын, бірақ оны дінде шариғатта оны тек қана сақалын өсіріп немесе ұзын көйлек киіп жүру деген қағида жоқ қой. Діннен хабары жоқ дүбәра исламдай таза дінді құлдық психологиямен шатастырып, өзі ғана емес, өзгені де адастырып жүрген адам қанша бүгінде. Исламға жүрек қалауымен емес, біреудің қыспағымен, уағыз ықпалымен келгендер де көп. Алайда өздерін арбауына ертіп, үлкен саясаттың басын ұстап отырғандардың діттегені не екендігінен қараша халық бүгінде бейхабар. Ел арасына ірткі салуды көздеп, ислам атын жамылып, өзгені сөзіне иландырып жүрген арамза пиғылды азаматтар артынан ерген діндарларды кісі өлтіріп, қастандық жасауға міндеттеді. Соқыр сенімді адамдарды бұл сенің ұлы іс үшін жасалған құрбандығын деп, жетегіне құйып санасын улады арамза молдалар, арты қасіретке апарды. Жанар Жолтаева, Данияр Жүсіпов, Мира Сүлейменова, Азамат Жанаспаев, Информбюро 31 арна. Әлемдегі ең бай адамдардың бірі Лакшми Митталдың ArcelorMittal теміртау компаниясына экологтар 512 миллион теңге айыппұл салды. Бұған дейін инвесторлар табиғатты ластаған үшін 100 миллионға дейін төлеп келсе, бұл жолғы айып барлық рекордтарды жаңартып шықты. Экология департаментінің лауазымды тұлғаларын өздерін жүргізіп жатқан іс-шараларын салық қарауына байланысты бұндай мәселелер бүгінгі таңда туындап отыр. Экологиялық департаменттің лауазымды тұлғалары тәртіпсіздік жауапкершілікке тартылды.
Экологтар домналық пештің балқыту аулаларын тұңғыш рет тексеріп шыққан. Тексеру кезінде ауаға нормадан тыс қалдықтардың күкірт диоксиді мен темір оксидінің шамадан тыс таралғанын анықтаған. Бұл үшін енді компания $500 миллиард теңгеден астам айып төлесе, Қарағанды облыстық экология департаменті мамандары әкімшілік жауапқа тартылады. Саясаткер Петр Сойк бүкіл қазақ шенеунігі қазақ тілінде сөйлейтін болса, қазақ тілінің мәртебесі мемлекеттік тіл деңгейіне көтерілуі мүмкін деп есептейді. Оның пікірінше, қазақ тілінің әлеуеті бүкіл саланы қамтуына жетпеуі мүмкін. Алайда Сойкпен көптен бері пікірталасқа шығып жүрген Мұхтар Тайжан Қазақстанда енді біраз жылдан кейін бүкіл халық қазақша сөйлейтініне сенімді. Ал тілдің ең қиын сала есептелетін техника, қаржы, медицина салаларында еш кедергісіз қолданылатынын бүгінгі аздаған тәжірибенің өзі жауап беріп көз жеткізіп отыр. Қазақты ада қазақ, нағыз қазақ деп бөлуге болмайды. Саясаткер Мұхтар Тайжанның пікірі осындай. Ол қай тілде сөйлесе де жүрегі қазақ болуы тиіс. Жүрегі ұлтым деп соқса, тілді де, ділді де үйреніп алады дейді. Мен де орыс мектебіне бардым мысалы. Сосын 6 жыл шет тілде оқыдым мысалы. Ал бірақ жүрегі қазақ болғаннан кейін өзім біртіндеп қазақ тілінде жаттып алдым. Ешқандай пәле емес қой. Тек қана ниет болу керек та болды. Менің балаларым қазақ мектебіне жүр. Ал белгілі журналист Жәнібек Сүлеевті өзін ұлтының патриоты санайды. Кемшілігім тілді білмегенім, бірақ ана тілім білмеді деп бөліп қарауға қарсы. Бәрібір жаным қазақ дейді. Мен кәдімгідей национализм, бірақ мен қазір олай атамайды, ешкім айтады, какой националист туда-сюда, бірақ мен негізі сондаймын, өзімді солай санаймын. Ал саясаткер Петр Сойк қазақ тілінің мәртебесін көтеру үшін алдымен оны үйретудің бірыңғай жүйесі жасалу керек деп есептейді. Ол аралас және қазақ мектептеріндегі қазақтың үйрету әдісі бір арнаға тоғысқанда ғана ол ұлтаралық қатынас тіліне айналатынын айтады. Қазақ тілін жетік білетіндер қатары көбейсе, демография артып, тілдің мәртебесі көтеріледі деген дұрыс емес. Керісінше бір ғана тілді білу әлеуметтік, этникалық, ұлтаралық мәселелерге ұрындырады. Ал қазақ тілінің мәртебесін қалай көтеруге болады, оны жетілдірудің жолдары қалай деген сауалға кейіпкерлеріміздің пікірі үшке жарылды. Ең жоғары чиновниктеріміз өз мемлекет тілде сөйлемесе, онда қалай қоғам мемлекет тілді сыйлайды, айтыңызшы маған. Егер өз елде, әлде сыртқа барғанда жоспарымен, ресми жоспарымен өз тілде сөйлемесе, онда неге жалпы қарапайым адам мемлекет тілді сыйлайды? Сыйламайды әрине. Қазақ тілін білсін, бәріне қол жетеді, ол, я считаю, глупость, ол қол жетеді каким-то вещам таким полезным тоже. Ну, все не могут заниматься фольклором. Бәрі қазақтар не могут знать вот эту всю великую музыку. Нация должна быть сильно инженерами этими, а там, извините, там не только русский язык, там уже все языки могут пригодиться. Тілді үйрену үшін мемлекет тарапынан барлық жағдай мен тиімді оқыту жүйесі қалыптасып, заңдық тұрғыдан бекітілуі қажет. Арнайы заң жоқ. Конституцияның 7-ші бабы орындалмайды. Себебі қазақ тілі шын мәнінде мемлекеттік тіл емес. Өзіміздің шенділер сөйлеуден ұялатын мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдері менсінбейді де, тіпті мемлекеттік тілге жеткізуге кеңес береді. Осының барлығы мардымды тіл туралы заңның, оны үйретуді талап ететін міндеттің жоқтығынан болса керек. Ұлан Тәліпбай, Нұрбол Қызықбаев, Информбюро, 31 телеарна. Алда көретіндеріңіз. Тоқтар Әубәкіровтің оппозициядан кетуі қазақ зиялыларын ар сақтау туралы неге ойлантып тастады? Қазақстандағы ең бай әулеттердің балалары бір күнгі қызық қуанышына қанша мың доллар жұмсайды. Бізбен бірге болыңыздар. Ғарышта ғаз емес, қазақтың рухани көгінде де қыран бүркіттей самғаған халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіров оппозициядан кетті. Қызметте жүрсе де, парламентте болса да, оппозиционер ретінде де арлы сөзімен елесінде қалған батырдың ұстанымын кілт өзгертуі үзеңгілестерінің өзін таң қалдырды. Қазір ғаламтор бетінде осы тақырыпқа қатысты пікірталас күннен күнге қызып барады. Мақсат Толықбай елге танымал азаматтардың ар сақтау туралы пікірін білген еді. Мына форманы киіп, өздеріңді қазақ деп жүрсіңдер. Сендерде бір биттей, бір жоқ. Бұл Тоқтар ағамыздың өз ауылында, өзінің атындағы көшесінде жерлестерімен жолықтыртпаған биліктің ісіне ашулы сәт еді. Оппозиция жолын таңдаған батырды билік бұдан кейін де талай тобықтан қаққанымен халық қаһарманы жағында болды. Бірақ осы аптада Тоқтар басқа жолды таңдады, пікірін де өзгертті. Я хочу в этом участвовать. Я хочу быть
в команде первого президента. Ғарышкер сөзінің соңын осылай аяқтауы қазақ зиялыларын түсініспеушілік күйде қалдырыпты. Батырға тән қылық болмады. Батырға тән қылық. Батыр бір сөзді, хан да бір сөзді, патша да бір сөзді, батыр да бір сөзді болуға тиіс еді. Бұл екі сөзділікке кетіп қалды. Мен соны кейін сәл сыйлаудан қалып бара жатырмын. Мен күткен жоқ едім Тоқтардың. Ал режиссер Еркін Рақышев қазіргі зиялы қауымды екі топқа бөліпті. Арын сатқандар мен арын сақтап қалғандар. Айтуынша қазақта қазір зиялы қалмай барады. Олар билік пен қара халықтың арасына көпір жалғаудың орнына саяси жүйемен бірге қобылады. Қазақтың сүйіспеншілігінен гөрі биліктің алдындағы арзан беделді артық көреді дейді ол. Бұларда арда, намыста, жігерде ештеңе жоқ. Бұлар Құдайдан да қорқпайды. Құдайдан қорқса, бұлар халық мұң мұқтаж үшін жұмыс істеу керек еді. Бұлар бірақ нәрседен қорқады. Жазушы Дулат Исабековтің пікірінше парызы мен қарызын сезініп жүргендер жоқ емес, әттең оны естір құлақ, көрер көз бар ма деп қынжылады. Қазір бәрібір болды. Айтса айта берсін, ит үрет керуен көшеді. Дегенмен күні кешегі оқиғалар қазақ зиялыларын екі топқа іріктеді. Ар сақтап қалу бәрінің бірдей маңдайына жазылмапты. Сондықтан табаны тайған азаматтардың қызғыш құсқа мұң айтуына моральдық қақысы жоқ дейді режиссер. Бұл дегендігі сатқындық нағыз. Мен сөйтіп айтам. Өз ұлтын, өз жастарын сатып атқан зиялы қауым емес, мына зиянды қауым бұны жасап атқан. Расында арыңды жасыңнан сақтау, ұят боп туып, ұят боп өлу қиын ба? Мақсат Толықбай, Нұрбол Қызықбаев, Қайрат Әкімбаев, Информбир 31 арна. Алматыда Дінмұхамед Қонаевтың 100 жылдығына арналған шахматтан және бильярдтан турнир басталды. Турнирді Асаналы Әшімов пен Ғабиден Жәкеев ұйымдастырып отыр. Ұлы даланың ұлы перзенті атты турнир 2 күнге созылмақ. Турнирдің ашылуына Қонаевтың көзін көрген серіктестері мен зиялы қауым өкілдері келіп, жарысқа қатысушыларға ақ жол тіледі. Қонаев туралы естеліктерде мемлекет қайраткерінің барлық істі ағадал көңілмен атқарғаны көп айтылды. Ал мамырдың 1 күні Алматыдағы Республика сарайында халықаралық деңгейдегі әзіл фестиваль өтеді. Осыған орай фестивальдің ұйымдастырушыларының бірі қазақтар КВН командасының жетекшісі Нұрлан Қоянбаев бізде қонақта. Қош келдің, Нұрлан. Рахмет. Қазіргі уақытта осы Бішкек пен Омбыдан 1-2 адам шақырып, халықаралық деңгейде деп жарыстар, әртүрлі шаралар ұйымдастырып жатады. Сендердікі сондай емес па? Әлде бұл кімдер келеді жалпы? Бізді осы Алматы қаласының әкімшілігінің қолдауымен өткізгелі тұрған халықаралық фестивальге Армениядан, Ресейден, Қазақстаннан көптеген әзіл өнер тұлғалары қатысады. Енді айта кететін болсақ, Михаил Гаустян барлығымыз білетін, сондықтан РУДН командалары, Курск және Қазақстан құрама командасы. Бұл Алматы қаласының көрермендеріне арнайы дайындалып жатқан фестиваль, жақсы фестиваль болады деп күтудеміз. Енді бұны не үшін ұйымдастырып жатсыңдар? Мысалға басқа Мәскеуде ұйымдастырып жатады, басқа жақта ұйымдастырып жатады. Неге Алматыда дегендей ғой? Енді барлығымыз білеміз, бұл фестивальге қатысатын командаларда және де жүргізуші Михаил Гаусянды бұл өзі бір сапасы, деңгейі бар әзіл болатынына сенеміз. Сондықтан да біздің Алматы қаласы осындай деңгейлі фестиваль өтуіне дайын деп ойлаймыз, және де көрермендер де көп күтіп қалды. Және де айтып кететін болсақ, біз не үшін жасап жатырмыз? Бұл 1 мамыр барлығымыз білеміз, Қазақстанда үлкен мереке, осы Қазақстан халықтарының бірлігі күні, осы мерекеге орай, осындай әдемі бір халыққа деген бір мереке ұйымдастырып жатырмыз. Енді халық қалай көреді? Сол сарайдан ғана ма, жоқ теледидар? Республика сарайында 1 мамыр күні концерт болады, үлкен концерт. Ол концертті 31 арнасы түсіріп, Құдай қаласа мамыр айында бүкіл Қазақстанға көрсететін жоспарымыз бар. Рахмет келгеніңе. Сіздерге рахмет. Еліміздегі ауқат дәулеттердің балалары бір күнгі қызық қуанышына қанша мың доллар жұмсайды. Олар қандай көлік мінеді және көңіл көтеру деп нені ұғады? Әріптесім Аида Боранбай жастардың қайда және қалай демалатынын, бір демалыс кешіне Алматы сынды мегаполисте қанша қаражат кететінін біліп қайтқан еді. Жұма, сенбі, жексенбі Алматының түнгі клубтар мен лаунж барлары, мейрамханалары әсіресе осы күндері жастарға лық толады. Билесем, көңіл-күй көтерсем деген жастар қалталарындағы бар ақшаларын аямайтын көрінеді. Бұл Lexus көлігі. Мен ақшаны аямаймын қыдыруға.
Хип-хоп және рэп бағытында өнер көрсетіп жүрген Дилан есімді бұл жас әнші аптадағы 7 күннің барлығын қыдыруға арнайды. Қара көзілдірік, бірнеше мың $1000 және ел қызығатындай сүйкімді ару. Онымен әрдайым бірге. На такие вечеринки обычно выходят Мұндай кештерге жоқ дегенде $300 бастап жұмсалады. Себебі Алматының үздік деген түнгі клубтары осындай баға көрсеткіштерін белгілеп, тек қаражат жұмсай алатын адамдардың келуін көздейді. Ал біз сондай адамдардың қатарына кіреміз. Көкшелі қымбат туфли, әдемі көйлек, кәсіби жасалған бет бояуы. Үздік деген түнгі клубтар мен мейрамханаларға келетін арудың келбеті осындай болу керек дейді сылқым қыздар. Бүгінгі кешті караокеде ән салып өткізуді қалаған бұл бойжеткендер кем дегенде 100 000 теңгесін даяршының қолына табыстайды. Жас болған соң ойнап күлу керек, бұл қалыпты жағдай дейді олар. Белгілі бір ақшаны айта алмаймын, бірақ өзімізге аямаймыз, өзіміз көңіл көтеруге, достарымызбен қыдырып, әсіресе қазір бойдақ кезінде қыздар қыдырып алу керек әбден. Үздік клубтарда мына секілді үстелде отырышын кем дегенде $1000-2000 $2000 жұмсалады. Ең әдемі киімдерін киіп, қымбат көлікке мініп, қымбат клубтарға келетін кейбір жастар қаражаттарының 70%-ын ішімдікке, 20%-ын түтінін бұрқыратып кальян шегуге жұмсайтын көрінеді. Көпшілік жастардың ең бірінші демеушілері олардың ата-аналары екен. Зачастую у большинства из них папы в правительстве. На папины деньги, да? Да. Қыдыруды жақсы көретін жастардың арасында парламентте отырған депутаттардың ғана емес, бүкіл елге аты белгілі шенеуніктің балалары да бар. Аида Боранбай, Ернар Құсайынов, Данияр Жүсіпов, Айбек Өсенбаев, Алмаз Бестенбеков, Информбюро, Алматы. Бүгінге осы Информбюроның орысша нұсқасынан соң Базарбаевтар сериалының жаңа қызықтарына назар салуды ұмытпаңыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, шеттегі 5 миллион қазақтың көші тоқтамасын.